Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Тақырыптан ақ түсінген боларсыздар. Бүгін тағы да утиль алым туралы көлік министрі көліктерге салынатын утиль алым бойынша пікір білдірді. Енді ретімен түсіндірейін. Көлік министрі Марат Қарабаев жуырда ғана журналистерге арнап әдейілеп баспасөз маслихатын өткізді. Әрине, баспасөз маслихатының тақырыбы утиль алым туралы емес, жол құрылысы, жолдардың сапасы туралы болатын. Дегенмен барған журналистер қазір қызу талқыланып жатқан осы көліктерге салынып жатқан утиль алым бойынша пікір сұрамай қоймасы анық еді. Бірден сұраққа көшті. Сіз Санжар Боқаевтың арнайлап жасаған петициясына қол қойдыңыз ба? Жалпы бұл утиль алымды алып тастау бойынша ұсынысқа сіздің пікіріңіз қандай деген сауал қойды. Жауабы мінекей. Нет, не подписал и считаю, что утилизационный сбор необходим. Я эту позицию защищал, будучи министром индустрии и инфраструктуры развития. И это для будущего Казахстана абсолютно необходимая норма. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок, и этот рынок, казахстанский рынок, также будет защищен. Сіздер де дұрыс естідіңіздер ғой, иә? Будет защищен деді. Қазақстанның нарығы қорғалады деді. Шешім шығып қойған жоқ па өзі? Мынау петицияға байланысты арнайы жұмыс тобы құрылып, оған министрліктен, үкіметтен, жаңаға белсенді азаматтардан, өзгелерден құралып жұмыс тобы құрылып жатыр, оны қараймыз деп жатыр, бірақ будет защищен деп айтып жатыр. Әлде басқаша айтқысы келді мекен, ойын дұрыс жеткізбеді мекен, қалай ойлайсыздар? Дегенмен айтып тастаған сияқты болып тұр ма менің өз ойым. Пікірін жалғастыра келе көлік министрі мынадай пікір айтты. Утиль алым тек шетелден кіргізілетін көліктерге ғана салынады деді. Ал Қазақстанда жасалатын көліктер мұндай утиль алым төлеуге міндетті емес деді. Что касается закупа машин, если посмотрите рынок автомашин, именно новых автомашин, которые продаются на территории Республики Казахстан, вот подавляющее большинство наших граждан какую машину покупает? Hyundai, Kia, скорее всего, да? И китайские машины. Теперь я скажу. Теперь Kia, Hyundai и новые китайские машины, которые здесь продаются, производство которых будет запущено в текущем году, по-моему, в следующем году. Во всех этих машинах нет утилизационного сбора. Казахстанцы покупают машину без утилизационного сбора, которые производятся здесь на территории Республики Казахстан. То есть для казахстанцев это только плюс. Они покупают отечественную машину без утилизационного сбора. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздаршы. Шетелден келетін көліктерге ғана салынады. Түсінікті. Қазақстанда жасалатын көліктерге салынбайды. Бұл қазақстандықтар үшін өте жақсы пайдалы дейді. Бірақ Қазақстанда жасалған көліктер қазір неге соншама қымбат? Утиль алым салынса, оның бағасы тіпті шарықтап кетпей ме? Менеджерге барып автосалонда бағасын сұрасаң, бағасы шымшып тұр деп айтады ғой, шымшып тұрған жоқ қазіргі баға. Менеджерден сұрасаң, менеджер жағыңнан сарт еткізіп бір ұрған сияқты ғой қазіргі бағаның деңгейі. Сонда бұларға утиль алым салынса, онда баға қайда барады? Жұрттың сұрап отырғаны керісінше, оны бәрі біліп отыр. Ішкі көліктерге, Қазақстанда жасалған көліктерге бұндай салықтың, бұндай утиль алымның салынбайтынына, сырттан келетін көліктерден алып тастауын сұрап отырған жоқ па? Ары қарай тыңдайық. Утилизационный сбор кто платит? Это импортная машина. Это BMW, это Mercedes. Средства, которые поступают от утилизационного сбора, от тех машин, от импортных машин, они направляются на благо также казахстанцев. На закуп сельскохозяйственной техники, на закуп либо же на автокредитование было направлено. Поэтому это абсолютно необходимая мера и считаю, что она нужная мера. BMW, Mercedes-тер ғана емес, басқа көліктерді кіріп жатыр. Грузиядан да қаншама халық әкелді. Жасыратын жоқ, көбінесе әкелді. Toyota Camry-ді, қазақтың сүйікті көлігін Camry-ді әкелді. Дегенмен қазірдің өзінде халықтың біраз бөлігі, көп автосүйер қауым, өзіне қажетті деп ойлаған азаматтар, арзанға көлік сатып алам деген азаматтар Монғолиядан да барып алып келіп жатыр. Сол көліктер
ол көліктердің барлығы Mercedes, BMW емес. Олардың ішінде мынау кәрістердің жасаған Hyundai, Kia'сы толып жатыр. Көбі солар. Бірақ ол көліктер неге екені белгісіз, қазақстандықтардан арзан. Қазірдің өзінде шетелдік көліктерге төленіп жатқан күннің өзінде сол шетелден әкелінген көліктер Қазақстанда біздің өзімізде жасалған көліктерге қарағанда арзан. Неге? Оның анау шетелде сатып алатын өзінің бағасы бар. Одан қалды әкелу жолына кететін шығыны бар, барып келуі, бензині, тамағы, жататын жері басқасы бар. Алғашқы тіркеуі, алғашқы тіркеу жарнасы бар, растаможкасы бар, әлі алынбаған утиль алымы бар. Солардың барлығын қосқанда Қазақстанда сатылып жатқан көліктерге қарағанда ол жақтан келген көліктер арзанға шығады. Неге? Ал Қазақстанда жасалған көліктер жаңа айтқанда утиль алым, олар төлемейді. Сонда логика қайда? Бұл қазақстандық халыққа тиімді жағын, мен қазақстандықтар үшін бұл тиімді дейді, мен сонысын түсіне алмадым. Қарапайым мысалы, қазір Қазақстан азаматтары су жаңа көліктерді Қытайдан алып келіп жатыр. Енді бұл жерде су жаңа көлік болғандықтан біраз төлемдері арзандайды. Дегенмен, алғашқы тіркеу жарнасы басқалары бірнеше миллион бәрібір төлейді шетелден әкелген үшін. Соның өзінде Қытайдан жеткізуі бар, жаңағы төлемдері бар, растаможкасы бар, барлығын қосқанда Қазақстанда жасалған тура сондай көліктен бірнеше миллионға арзан. Сонда біздікілер утиль алым төлемеген күннің өзінде неге шетелдіктен қымбат? Осы жерін әлі түсіне алмай отырмын. Сіздерде пікір, ой бар ма? Осы Марат Қарабаевтың сұхбатымен бөлісуге, өз ойымды сіздерге айтуға және сіздердің ойларыңызды сұрауға, менің өзімнің түсінбеген жерімді сұрауға сіздерге осы видеоны жазып отырмын. Жаза кетіңіздер. Бір нәрсе түсіндіңіздер ме бұл кісінің айтқанынан? Мен өзім шыны керек түсіне алмадым. Амандықта жүздесейік.